Сәлем балалар, қазақ тілі 2-ші сынып 10-ші сабақ. Тақырыбы и, яғни ұзақ и және қысқа и әріптерінің жазылуы. Ұзақ и және қысқа и әріптері бар сөздерді сауатты жазуға үйренетін боламыз. 38-ші жаттығу. Өлеңдегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, оқы. Сол әріпті неліктен қойғанын дәлелде. Кім дейміз? Сыйлап үлкен ағаны, сәлем берген баланы. Кім дейміз? Әдепті екен бұл дейміз. Таудай биік талабы, жақсы оқитын баланы. Кім дейміз? Үлгілі екен бұл дейміз. Яғни сыйлап дегенде қысқа и жазылады. Себебі дауысты дыбыс, дауысты дыбыстан кейін қысқа и жазылады. Келесі, биік деген сөзде ұзақ и жазылып тұр. Себебі б дауыссыз, и оқитын. Бұл жерде де ұзақ и жазылады. Қ дауыссыз, дауыссыздан кейін и дыбысы дауысты болып жазылады екен. Мінекей осы балалар естеріңіз сақтаңдар. Дауысты дыбыстан кейін міндетті түрде қысқа и жазылады. Яғни амандасу. Бұл ретте үлкен болсын, кіші болсын, аға әпкелеріңе, мұғалімдеріңе, үлкен адамдарға үнемі сәлемдесіп жүру керек балалар. 39 жаттығу. Аидаға әкесі планшет сыйлады. Планшеттен кейбір сөздердің жазылуын тексерді. Сол сөздерді көшіріп жаз және олардың жазылуын еске сақта. Сый, сыйлық, сыйла, сыйды, тый, тыйым. Ондықтан осындай берілген сөздерде ғана жазылады. Мінекей ережесінде өзінде тұр. Жаңағы буыны сый, тый деген сөздерден басталып жазылады екен. Енді мына планшеттің ішінде мінекей осы сөздер жазылып тұр. Осыларды еске сақтаңдар. Планшет, перне тақтамен тінтуі жоқ, жеке электронды есептеуіш машина. Тасымалдап жүруге өте қолайлы балалар. Қазір кездерде барлықтарында бар деп ойлаймын. 40-шы жаттығу. Өлеңдегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып көшіріп жаз. Апам қонақ шақырып, достарымды жинады. Менің туған күніме көкем көйлек сыйлады. Енді бұл жерде жинады дегенде жыдан кейін и, ұзақ и жазылады. Себебі ж дауыссыз. Көйлек дегенде дауыссыз. Бұл жерге қысқа и жазылады. Сыйлады дегенде дауысты дыбыс, қысқа и жазылады екен. Шығармашылық үзіліс. 42-ші жаттығу. Жағдаяттан шығып көр. Бүгін Дидардың әкесінің туған күні. Сабақтан сол ол дүкенге келді. Сыйлық таңдауға біраз қиналды. Сен Дидардың орнында болсаң, әкеңе не сыйлар едің? Мен Дидардың орнында болсам, әкеме галстук және әтір сыйлар едім. Бұл енді күнделікті, егерде әкең қызметкер адам болатын болса, немесе кез келген әкеміз, ер адамдар осында галстук тақса, ұлдар сендер өздеріңді галстук тағатын болсаң, өте жарасымды. Және мынандай мінекей әтір сыйлаған екен. 41-ші жаттығу. Сызба арқылы ұзақ и қысқа и дыбыстары туралы білетінді өз сөзіңмен айт. Ереже құрастыр. Мына біз ереже құрастырып қойдық. И дауысты дыбыс сөз басында және дауыссыздан кейін жазылады. Қысқа и дауыссыз дыбыс сөз басында және дауыссыздан кейін жазылады. Қысқа и балалар көбінесе 1-2 сөздерде ғана жазылады. Көп емес. Қазақ тілінде қысқа и жазылады. Мысалы, йод десек, йогурт деп атайтын болсақ, осы қысқа и жазылады екен. Ал ұзақ и ол жазыла береді қазақ